Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге осындай панкейки жасаймыз. Жүмсақ, пышный болып шығады және дайындалуы өте тез. Менімен бірге рецепті соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен кефирімізге ас содасын салып, оны массасы көбейгенше қоя тұрамыз. Одан кейін ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бұдан кейін дайын болған кефир массамызды үстіне құямыз да, тағы да кішкене араластырамыз. Одан кейін шемішкі майымызды құйып, араластырып, жаймендеп ұнымызды саламыз. Лопатканың көмегімен немесе венчикпен араластырамыз. Ұнымызға кішкене разрыхитель қосамыз. Одан кейін бізде осындай сұйық емес, қою емес, орташа көлемдегі әдемі масса шығу керек. Қызып тұрған тапамызға осылай қасықтың көмегімен кішкенеден салып отырып пісіреміз. Яғни бетінде осындай көбік болып реакция жүру керек. Сол кезде барып келесі бетіне аударамыз. Бірінші бетіне қарағанда екінші беті тез піседі. Осылайна шоколадтың көмегімен немесе вареньемен или қаймақпен өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын. Менің рецептім сіздерге ұнады деген үміттемін. Сау саламатта болыңыздар.